Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі өте ерекше қызыл барқыт пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға шекерді, сары майды салып, араластырып, үстіне ұнымызды салып, одан соң какао ұнтағын електен өткізіп, және қамыр қопсытқышты да електен өткізіп саламыз. Одан соң бөлек ыдысқа су құйып, үстіне бояудан 1 шай қасық қосып, жақсылап араластырып, жаңағы массамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып, қолмен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Егер қамырларыңыз бірікпей жатса, тағы да кішкене су қоссаңыздар болады. Енді осы дайын болған тестаны 2 бөлікке, бірін кіші, бірін үлкендеу етіп бөліп аламыз. Үлкен бөлігін пергамент қағаз төселген табаға жақсылап қолмен жайып шығамыз. Табаның шетін майламасаңыздар да болады, себебі құрамында май болғандықтан жабыспайды. Видеодағыдай теп-тегіс етіп, бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмау керек. Осылай бір келке етіп орналастырып шығамыз. Екінші кішкене бөлігін міндетті түрде ұн себе отырып жаямыз. Осылай жұқа етіп жайып, видеодағыдай пышақпен жіңішке етіп кесіп шығамыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін 40 грамм қант ұнтағына 300 грамм творожный сырды қосып, үстіне 1 жұмыртқаны салып, қол венчігімен 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Дайын болған салманы осылай қамырымыздың бетіне құямыз. Бетін тегістеп, жаңағы бөліп алған жіңішке бөліктерімізді бетіне бір-бірден қоя отырып әрлейміз. Ұзын бөліктерін орта тұсына қарай қойып, қалған жанында кішілерін шетке қарай орналастырып шығамыз. Әрлеп болдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен өте жұмсақ әрі дәмі ерекше қызыл барқыт пирогы дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.